прогрессияның мүшелерінің квадраттарының қосындысы 4,5-ге тең болса, геометриялық прогрессияның бірінші мүшесінің еселігін табу керек. Шектеусіз кернеулі геометриялық прогрессияның қосындысы b1 бөлінген 1 минус q көзде берілгені бойынша 3-ге тең. Енді квадраттарының мүшелерінің квадраттарының қосындысы десе, соны жерде қарайық. b1, b2, b3 кетірілген геометриялық прогрессия берілген. Квадраттағы b1-дің квадраты, b2-ның квадраты, b3-дің квадраты кетірілген. Қарайық. Мына жерде де бұнда геометриялық прогрессия болады. Бірінші мүшесі b1-дің квадраты болады, ал еселігі q-дің квадраты болады. Міне бұнда геометриялық прогрессияны екінші қатарында геометриялық прогрессияны құрайды. Соның үшін мына жерде жазамыз сонда. Бірінші мүшесінің квадраты бөлінген 1 минус q-дің квадраты бұл тең 4,5-ге. Енді осы мына екеуінен теңдеулер жүйесін шешіп, b1 мен q-ды тауып аламыз. Біріншісінен b1 тең 3 минус 3q болады. Екіншісінен қараймыз. b1-дің квадраты тең болады 4,5 минус 4,5 q-дің квадратына. Енді мына бірінші теңдеуді квадраттайық. Сонда b1-дің квадраты тең болады 9 минус 2 абымыз 9, 18q плюс 9 q-дің квадраты. Екеуін теңестіреміз. Себебі екі теңдіктінде сол жағы b1-дің квадраты, b1-дің квадраты. Екеуін теңестіріп q-ды тауып аламыз. 4,5 минус 4,5 q-дің квадраты тең 9 минус 18q плюс 9 q квадратқа. Енді бәрі теңдіктің бір жағына жинап квадрат теңдеу алайық. Қай жағына шығарайық? Мына 9q квадрат пен 4q квадрат екеуі 4,5q квадрат екеуі қосылады. Минус 13,5q квадрат болады. 18q-ды теңдіктің сол жағына шығарсақ плюс 18q болады. 9-ды шығарсақ минус болып шығады, минус 4,5-ге тең болады. 4,5-ге бәрі қысқарады. 4,5-ге қысқартсақ, мына жерде минус 1-ге де бөліп жіберейік. Минус 4,5-ге бөлейік. Сонда 3q квадрат минус 4q плюс 1 тең 0-ге теңдеуді квадрат теңдеуді аламыз. Осы квадрат теңдеуді шешетін болсақ, q бірінші, екінші тең болады 4 плюс минус 4 астында 4-дің квадраты 16 минус 12 бөлінген 6. Бұл жерде түрді есептеп алады. Түрді есептейтін болсақ, түрдің астында 4, екінші астында 4 плюс минус 2 бөлінген 6. Бұдан бір түбірі 1, екінші түбірі 6-дан 2, 3-тен 1-ге тең болады. Бізде берілген геометриялық прогрессиямыз шектеусіз кернеулі геометриялық прогрессия. Демек, шектеусіз кернеулі геометриялық прогрессия болса, оның еселігінің мөлі бірден кіші. Алатын жауабымыз q 3-тен 1-ге тең болды.
Böyle tabi olsun, mecburi erkek koyarız. V 43 minus 3 bölü 3'ten 1 3 bölü